Енді түсіндіріп айтыңызшы енді мен осыған. Сосын осыны саламыз. Вы не имеете права, еще раз повторяю вам. Мен қазақша айтшы. Айтпаймын. Жоқ, айтсайшы. До свидания. Неге? Обслуживай его. Онда мен полиция шақырамын ондай жерге. Маған қызмет көрсетпесең, онда мен ондай полиция шақырамын. Мен маған қызмет көрсеткілер келмейді, банк центр кредит. Мынау отырған орысша қазақша білмейді бір сөз. Маған не есептеп бермейді. Қызмет көрсетесіз, көрсетпейсіз. Ана екеу қашып кетті ана шық. Біледі. Дұрыс жұмыстарын істемейді маған. Отырмын қысқайып. Маған есептеп беріңізші жаңағыны. Досрочное погашение. Есептеп бересі бермейсіз. Я выложу на ТикТок все. Позовите старшего. Во-первых, перестаньте снимать меня на камеру, это раз. А во-вторых, будете меня снимать, я точно так же подам на вас в суд. Жарайды, жақсы. Онда сіз маған қызмет көрсетіңіз қазақ тілінде біріншіден, екіншіден маған бүкіл информацияны бүгін есептеп беріңіз. Жоқ, бересіздер ме, бермейсіздер ме, маған анықтап есептеп беріңіздерші маған. Қызмет көрсетесіздер, көрсетпейсіздер ме, айтыңыздаршы. Қызмет көрсетесіз, көрсетпейсіз. Сіз видеоны может аларсыз. 145 статья, где указано, что видео аудиофиксация в банке запрещена. Жарайды, солай болса, онда маған қызмет көрсетіңіз, сонда мен түсірмеймін видео. Маған неге қызмет көрсетпейсіздер маған айтың? Жүр көрсетіңіз, сонда ана жерге барайық, қайтта көрсетіңіз. Жүре берсін, мен жүрмесін деп тұрған жоқпын. Көрсетесіз, қызмет көрсетпейсіз. Көрсетпейсіз ме қызмет? Көрсетіңіз келмейді ғой, көрсетпейсің деймін маған. Алмаймын мен, пока сізді қызмет көрсетпеймін. Өйткені дәлелдеу керек маған, сізді қызмет көрсетпейсің. Сол үшін ғана керек маған. Богдан, добрый день. Вы Будет можете кого-нибудь направить в наше отделение? Маған есептеп беріңіздердің досрочный погашение келген жоқ. Енді отырмын, ол ана жерде қасқиып ана жерде отыр. Отырмын, кетіп қалды ана орнына. Білмеймін, ондай маған қағаз әкеліп жатыр, бір осылай жазылған статья. Ондай білмейміз. Мына кісі отыр, қызмет көрсетпейді. Анда қыз бар, қызмет көрсетпейді отыр. Полицияны күтеміз, басқа ешқандай амал жоқ. Видео меня снимать не надо. Дәурен болады. Я не буду разговаривать. Пусть убирает видео. Он по закону не имеет права меня снимать. Я гражданское лицо. Уберите, пожалуйста. Убирайте, скажите, чтобы убрали. Он не Ол имеет права заң жүзінде ол мен ешқандай заң бұзып тұрған жоқпын. Убирайте, скажите, чтобы камеру. Я не госслужащий. Жоқ, оны дәлелдеуім керек пе? Ертең сот болса бірдеңе болса ертең дәлелдеймін, оны қалай беремін. Понял.